Сәлем достар, сіздер мен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оп-оңай дайындалатын шалқаннан салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше кірісейік. Бір шалқанды алып, сыртын тазалаймыз және ұзындау қылып тураймыз. Шалқанды турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа саламыз. Одан кейін шөбін турауға кірісеміз. Турап болғаннан кейін шалқанға қосамыз. Бір кішкентай ашты бұрышты алып, ішінегі дәнектерінен тазалаймыз. Одан кейін майдалап тураймыз. Ыдысқа саламыз. Алдын ала тазаланып майдалап туралған жаңғақты көкөністерге саламыз. Бөлек ыдысқа соус жасауға кірісеміз. Жарты лимонның шырынына зәйтүн майын қосамыз. Одан кейін қышаны қосып араластырамыз. Салатымыздың бетіне құямыз. Бұрыш, тұз себеміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салат дайын достар, дәмі өте керемет болып шығады. Салаттың құрамы бір-бірімен өте үйлесімді. Ас болсын достар, менің каналымда басқа да рецепттер бар екенін ұмытпаңыздар.